әлемін ашамыз республикалық форумының қатысушысы, Ақжайық ауданындағы мектеп бөбекжай кешенінің 10-шы сынып оқушысы Жасала Бақторғын «Менің кәсібім, менің бизнесім» номинациясы бойынша шағын наубайхана жобасы. Жобаның мақсаты нарықта ұзақ мерзім бойы сапалы қызмет көрсететін шағын наубайхана ашу және халықты нан өнімдерімен қамтамасыз ету. Жобаның міндеті кәсіби қызметке үйрене отырып, сүйікті ісің арқылы табыс табу. Жобаның сипаттамасы нан қоректі биологиялық өнім, ол адам ағзасына пайдалы дәрумендермен байытылған, олар белок қосылыстары, крахмал және дәрумендер. Көбіне нан құрамында В тобының дәрумендері болатындықтан адамның жүйке жүйесіне пайдалы болып келеді. Нан өнімдері адам өмірінде маңызды рөл ғана атқарып қоймай, тағам рационында да маңызды орында болып табылады. Сондықтан да осы нан өнімдерін дайындап сату арқылы біз халықты қамтамасыз етіп отыра аламыз. Жобаның өзектілігі эксперттердің бағалауы бойынша мұнай өндірісі таусылған уақытта ауыл шаруашылығы дами түседі деген болжам бар. Қазіргі уақытта елімізде ауыл шаруашылығының ішінде ұн өндіру саласы қарқынды дамуда. Соның нәтижесінде соңғы жылдары ұн экспорты бойынша алға шығып келеміз. Осыған орай ұн өнімдерінің көшбасшыларының бірі нан пісіру саласы. Оның өнімдері ең керекті және әрдайым жоғары сұранысқа ие болып табылады. Кішігірім наубайханалар үлкен зауыттармен бәсекелесе алмайды, бірақ олар сұранысқа ие болып жақсы табыс табуы мүмкін. Себебі олар кішігірім наубайхана болғанымен өте мобильді. Және мектеп жасындағы оқушылар бос уақытын тиімді пайдаланып, ерте жастан еңбекке үйренуі болашаққа бизнес бастауының бірі болып табылады. Жобаның іске асырылу мерзімі жобаны 2024 жылдан бастап жүзеге асыру, маркетинг, нан өнімдерінің түрлерін көрсету және жарнамалау арқылы Instagram парақша ашу, WhatsApp желісі арқылы клиенттердің тапсырысын қабылдау, арнайы өнімдерді жарнамалауға арналған визиткалар жасап және оларды дүкендерге тарату, дайындалған өнімдер сатылмай қалмау үшін тапсырысқа жұмыс жасау, ауылымызда басқа да шағын наубайханалардың жоқтығына байланысты нан өндірісінің ілгері дамуы, нан өндірісіне қымбат қоспалардан да аса қажеттіліктің болмауы. Шағын наубайхана өндірісі арқылы көптеген тәтті тағамдарды пісіре аламыз. Қаржылық жоспар: бір нанды 100 теңгеге сататын болсақ, бір күнде 10 нан сату арқылы 1000 теңге таба аламыз. Бір аптада 20 нан сатып 2000 теңге болса, бір айда 80 нан сатып 8000 теңге ала аламыз. Бір жылда 960 нан сату арқылы 96000 теңге ала аламыз. Қауіп-қатерді бағалау: біріншісі ол ұн өнімінің құнының өсуі. Бұл мәселе өнімнің өзіндік құнының өсуіне және шекті пайданың төмендеуіне әкелетіні сөзсіз. Бұл тәуекелді сату бағасын көтеру немесе талаптарын қайта қарау арқылы өтуге болады. Екіншісі жаңа бәсекелестердің пайда болуы. Жаңа бәсекелестер пайда болған кезде сатылымдар айтарлықтай төмендеуі мүмкін. Ол тәуекелді тұтынушыларға деген адалдықты сақтап, бәсекелестерден ерекшеленуге барлық мүмкіндікті жасау. Назарларыңызға рахмет.